Қайырлы күн көрермен қауым, назарларыңызда 11 ТВ мектеп телеарнасы, мектеп арнасында жаңалықтар. Бүгінгі жаңалықтардың жүргізушісі мен Жолдығалиев Таняр, сіздерге бүгін ақпан айындағы мектептің тынысы мен тірлігін айта кетпекпіз. Ендеше назарларыңыз бізде болсын. Бірінші ақпан мектеп акт залында нақты ғылым дүние кілті бүгінде атты математика, информатика және физика пәндерінің 10 күндігінің ашылу салтанаты өтті. Оқушылардың ойлау қабілеті мен математикалық қабілетін арттыру, математика пәні бойынша білімдерін тереңдету, математикаға, физика және информатикаға деген қызығушылығын арттыру мақсатында ұйымдастырылған 10 күндіктің ашылу салтанаты 1 ақпан мектеп акт залында 5-ші, 6-ші, 7-ші сыныптарға 10-онда, 8-ші, 9-ші, 10-ші сыныптарға 11-онда ұйымдастырылды. 10 күндіктің ашылу салтанатында 10 күндік барысындағы шаралар, қызықты логикалық ойындар мен робототехника үйірмесі жұмысы көрсетілді. Мектебіміздің жас әншісі Нысан Әнжанның орындауында физика әні шырқалып, 6-шы сынып оқушылары өнерлерін көрсетті. Оқушылар робототехника үйірмесін өздері дайындаған робот үлгілерін көрсетіп, көрермен ықыласына ие болды. 12 ақпан күндері мектепте өзін-өзі тану пәні бойынша махаббат пен шығармашылық атты 10 күндік болып өтті. Мектебімізде 2-12 ақпан күндері аралығына жоспарланған өзі ұстану пәнінің махаббат пен шығармашылық атты 10 күндігінің ашылуы 2 ақпан мектеп акт залында ұйымдастырылды. Өзін-өзі бағалау, өз бойымен бөлісу мақсатында ұйымдастырылып жатқан 10 күндік барысына оқушылардың белсене қатысуын 10 күндік барысындағы шараларды Назарбаева Сара Алпыс қызының ұсынысымен ашылған өзі ұстану пәні 10 күндігінің мақсаты оқушыларды сыпайылыққа, сыйластық пен қамқорлыққа шақыру, махаббатты бағалай білу мен жақсылық жасауға үйрету екендігін мектеп психологы Кәкима Асылбек қызы 10 күндіктің ашылуында айтып берді. 4 ақпан мектебімізде TED форматындағы TEDx конференциясы ұйымдастырылды. Конференция барысын тілшіміз баяндап берсін. 4 ақпан мектебімізде мектеп акт залында TED форматындағы мектепшілік TEDx конференциясы ұйымдастырылды. Қазірде әлемде кең таралған TEDx конференциясы кейінгі жылдары Назарбаев зияткерлік мектебінде де қолданыста. Мектебімізде аталған жоба былтырғы оқу жылы еніп, сәуір айында облыстық Назарбаев зияткерлік мектебі, Қазақ-түрік лицейі және мектебіміздің оқушылары TEDx конференциясында ой білдірген болатын. Оқушылар қызығушылығымен сұранысына ие болған TEDx конференциясы 4 ақпан мектебімізде 2 рет мектеп оқушылары арасында ұйымдастырылды. Оқушылар күнделікті өмірде қызықтыратын өз жобаларымен бөлісті. Қазірде қоғамды толғандырып жүрген және оқушылардың қызығушылығына қарай тақырыптар алынып, конференцияда айтылды. Мектеп оқушылары TEDx конференциясында өз ойларымен бөлісіп, қызығушылықтарының жоғары екенін көрсетті. Мектеп акт залында 5-ші сынып оқушылары мен кураторларының ұйымдастыруымен ертегілер сайысы болып өтті. 8 ақпан сағат 15:00-де мектеп акт залында өзі ұстану пәнінен махаббат пен шығармашылық атты 10 күндік аясында оқушылардың шығармашылық қабілеттерін арттыру мақсатында ертегілер әлемінде атты 5-ші сынып оқушылары арасында ертегілер сайысы оздырылды. Әр қойылым келген қонақтармен оқушылар көңілінен шығып, әділ-қазылар тарапынан жоғарғы бағаға ие болды. Кеш соңында мектеп психологы Тияшева Кәкима Асылбек қызы қойылған ертегілерге зор баға беріп, дайындықтарының жоғарғы екенін айтты. Он 11 ақпан мектеп акт залында өзін ұстану пәнінің махаббат пен шығармашылық атты 10 күндігі аясында Ақжібек қыздар клубының ұйымдастыруымен Сұлу қыз атты ток-шоу болып өтті. Ток-шоу барысын бірге тамашалайық. 11 ақпан өзін ұстану пәнінің махаббат пен шығармашылық атты 10 күндігі аясында Ақжібек қыздар клубының ұйымдастыруымен Сұлу қыз атты ток-шоу оздырылды. Кештің мақсаты өзінің түр-тұлғасына, киім-киесіне мән бермейтін қызды сәндеу арқылы өзіне деген сенім туғызып, эстетикалық талғамын қалыптастыру.
тек қана рухани тұрғыдан емес, қыздарымызды таза, әсем, жарасымды киім киіп, өздерін күтуге, шаш өруге, шаштарын соңғы сән үлгісімен өздеріне жарасатындай қиюға кеңес беру. Кешке арнайы мамандар шақырылды. Айна сән салонының шаштарашысы стилистері Айнагүл Сұлтан мен Самал Қанатқызы. Ақжайық футбол клубының жаттығу залында жаттықтырушы нұсқаушы Қапышев Арман Салқұлы. Сондай-ақ кешке мектеп ұстаздары 8-11 сынып қыздары қатысты. Кешті 10-шы А сынып оқушысы Қыдырғалиева Ару қыз сыны әнімен ашты. Кешке 8-10 сынып қыздары 5 бағыт бойынша мектеп формасы, бал кешіне баратын киім, би кеші киімі, қонаққа барғандағы киім, жай серуенге шыққан кездегі киім секілді киім үлгілерін киіп келді. Кеш барысында шақырылған мамандар қыздарымыздың киім үлгісіне қарай шаштарын сәндеп, әдемілеп берді. Сондай-ақ қыздарымыз өздері білгісі келген сұрақтарын қойып, қазіргі кездегі стилист, визажист мамандықтарының қажеттігі туралы мамандардан кеңес алды. Ток-шоу барысында адам денсаулығына ең қажетті нәрселер дұрыс тамақтану, уақытылы ұйықтау, спортпен айналысу сияқты жағымды әдеттерді мамандардан тыңдай отырып, қыздарымыз өз ой-пікірлерін айтып, армандарымен бөлісті. 13 ақпан 8 А сынып оқушыларының ұйымдастырылуымен Ауғанстан жүректегі жара атты тәрбие сағаты оздырылды. Оқушыларға туған еліне, туған жеріне патриоттық көзқарастарын кеңейтіп, отанға деген сүйіспеншілікті тәрбиелеу. Ауған оқиғасының тарихи мағыналық ақиқатын ашу. Оқушыларға Ауғанстандағы болған оқиға туралы мәлімет беру. Шақырылған Ауғанстан соғысына қатысқан майдангерлерімен кездесіп, сұхбаттасу, құрмет көрсету. Кештің мақсаты Ауған соғысы жайлы тереңірек біліп тану, мәлімет алу. Ержүрек ағаларының ерліктерін болашақ жас ұрпаққа сіздерге үлгі ету. Осы мақсатта Ауған соғысына қатысқан ардагер ағаларымызды қонаққа шақырды. Кешке қатысушы қонағымыз Искаков Ержан Жәнібекұлы болды. Келген қонақтар Ауған соғысы барысын әңгімелеп, мағлұматтар оқушыларға берілді. Батыс Қазақстан облысынан бұл соғысқа 1021 адам қатысып, соның 27-сі қаза тапса, біреуі хабарсыз кетті. Бұл 10 жыл қан мен терге, үрей мен үмітке, қайғы мен қайсыретке, сонымен қатар жауынгер азаматтардың көзсіз ерлігі мен ержүрек іс-әрекетіне толы жылдар болды. Он 16 ақпан күні мектеп акт залында мектепшілік мұқағали оқулары ұйымдастырылды. Шара барысын тілшіміз баяндап берсін. 16 ақпан ақиық ақын Мұқағали Мақатаевтың туғанына 85 жыл. Облыстық Мұқағали оқуларына іріктеу мақсатында мектеп акт залында мектепшілік Мұқағали оқулары қоздырылды. Мектеп кітапханашылары мен қазақ тілі мен әдебиеті пәні бірлестігінің бірге ұйымдастырылған кеш Мұқағали шығармаларынан сайыспен басталып, сазды концертпен кеш қорытындыланды. Байқау 6 бөлімнен тұрды. Әділ қазылар шешімімен үздік танылып, бас жүлдеге 8-ші сынып оқушысы Қанат Айгерім ие болды. Алдағы ұйымдастырылатын облыстық байқауға жолдама алды. Сіздермен бірге болған Қазизова Назерке, арнайы 11 ТВ үшін. 19 ақпан күні мектебімізде мектепшілік жайдарман сайыстары болып өтті. Кезекті ойын барысын тамашалап келген тілшімізге сөз берсек. Қазіргі жастар арасында үлкен сұранысқа ие болып, қызығушылықпен ұйымдастырылып жүрген жайдарман ойындары 19 ақпан 16:30-да мектеп акт залында 5-10 сыныптар аралығында ұйымдастырылды. Мектепшілік жайдарман сайысына мектептің 5 жайдарман тобы, 6 сынып тоғызқұмалақ, 7 сынып КСК, 8 сынып жастар, 9 сынып дарынды жастар, 10 сынып шабыт қатысып сайысты. Бірінші орынды мектебіміздің 10 сынып оқушыларынан құралған шабыт жайдарман тобы ие болды. Өркендей бер Жаслан атты мектепшілік жайдарман сайысы жоспарлы ұйымдастырылып, көрермен ықыласына ие болды. Мектеп телеарнасының жаңалықтар айдарынан көретін бағдарламалары осындай.
Әр айдың мектеп жаңалықтары, қызықты оқиғаларын білгілеріңіз келсе, 11 TV-мен бірге болыңыздар. Сіздер мектеп бағдарламасын үзбей көреді деген сеніммен бағдарламамызды аяқтаймыз. Ендеше сіздермен бірге болған мен Жолдығалиев Данияр, жағымды жаңалықтармен жүздескенше.